Нур-Султанның дәл сол жағалауында орналасқан мына дәмханада газ баллоны жарылып, оқиға салдарынан 54 жастағы әйел адам мен 24 жастағы жігіт көз жұмды. Жарылыстың қатты болғаны сонша 50 метр қашықтықта орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары да дүмпуді сезген. Белгілі болғандай, полиция басқармасы өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамау бабы бойынша тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кінәлі азамат анықталған жағдайда 7 жылға бас бостандығынан айырылады. Ал жарылыс кезінде ғимарат ішінде тек қана дәмхана қызметкерлері болған. Науқастарды номері 2 көпбейінді аурухана мен травматология орталығының мамандары тексерді. Зардап шеккендердің көбісінің денесін күйік шалып, орташа деңгейде газға уланған. Бір науқас травматология бөлімінде, ал қалғандары номері 1 көпбейінді ауруханада ем алып жатыр. Бұл тілсіз жау талайлардың отбасын ойрандады. Айдың күннің аманда адам өмірін қиды. Бүгінгі таңда қала тұрғындарының 60%-нан астамы табиғи газбен қамтамасыз етілген, ал қалған 40%-ға жуығы әлі күнге дейін тасымалды баллон пайдаланып әлек. Бұл көрсеткішке жаңадан пайдалануға беріліп жатқан жеке тұрғын үйлерді қосса, көлемі әлдеқайда арта түсері анық. Сол себепті де газ құбырлары орнағанша қауіпсіздік шараларын барынша сақтағанымыз жөн. Пәтерде газдың иісі шықса, барлық газ крандарын жауып, тез арада бөлмелерді желдетіңіз. От тұтандырмаңыз және электр құрылғыларды өшіруге немесе қосуға тырыспаңыз. Оқыс жағдай бола қалса, 104 апаттық газ қызметіне хабарласыңыз. Мұрат Қызысая, арнайы сабақ үшін.